Достар, сәлем! Сегодня мы с вами рассмотрим такие слова, как ойыншық. Ойыншық переводится игрушка. Например, мен сіңіліме туған күніне жаңа ойыншық сыйладым. Я подарила своей младшей сестре новую игрушку на день рождения. Следующее слово қуыршақ. Қуыршақ переводится кукла. Әселдің сүйікті қуыршағы бар, оны ешкімге бермейді. У Асель есть любимая кукла, она никому ее не дает. Следующее слово қуыспақ. Қуыспақ догонялки. Балалар аулада қуыспақ ойнап жүр. Во дворе дети играют в догонялки. Следующее слово тығылмақ. Тығылмақ прятки. Кішкентай інім екеуміз үйде тығылмақ ойнадық. Мы с младшим братом играли в прятки дома. Следующее слово соқыр-теке. Соқыр-теке жмурки. Кеше ауылда балалар соқыр-теке ойнады. Вчера в деревне дети играли в жмурки.